Әкем енді мені демей алмайды. Айсәуле Бақытбек отбасындағы сүйенішінен айырылғанын айтты. Айсәуле Бақытбек желіде қайнатасы Ербол Қайдаров өмірден өткенін хабарлап, оны еске алды. Бұл туралы Айқын.kz сайты хабарлайды. Оның айтуынша, марқұм қайнатасы әрқашан оны демеп отыратын. Сырласу басылымындағы өзінің сұхбатын көріп, қайнатасының орны ойсырап тұрғанын сөз етті. Бойымда алай-дүлей сезім билеп тұр. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сүйіктіме қарап, оның да жаны сыздап тұрғанын сеземін. Бірақ қолымнан келер шара жоқ. Мұндай жараны жамай алмайсың. Балаларыма қарап, олардың бұл дүниедегі ең көңілді, мейірімді, ең жақсы дос бола білген адамын күтіп отырғанын байқайсың. Енді келмейтінін беске білесің, бірақ айта алмайсың. Балалар оны іс-сапарға кетті деп ойлайды. Ал мен олардың көңіліне түсетін мұңды қалай жұмсақ жеткізсем деп аласұрып отырмын, деп жазды Айсәуле мұңын шағып. Айсәуле Бақытбек қайнатасы оны әркез мақтан тұтып, ол жайында жазылған барлық дүниені жібермей оқитынын сөз етті. Әкеміз отбасымызда үнемі менің барлық сұхбатымды көріп, ұсақ жазуында қалт жібермей, сторисімді оқып, әрдайым мені мақтан тұтатынын айтуға ешқашан ұялмаған жалғыз адам еді. Енді ол мені демей алмайды. Әке, біз де сізді мақтан тұтамыз. Біздің өмірде болғаныңыз үшін, сіздей адамның баласы болғанымыз үшін алғысымыз шексіз. Өресі биік, тәрбиелі, адал, шынайы жан едіңіз. Сізге бәрі үшін рахмет. Мен сізді қатты жақсы көремін, және өмірде жоқтығыңызды қабылдауға тырысып, әрі қарай өмір сүріп жатқанымызды, бұдан әрі бақытты өмір сүруге ұмтыламыз. Осының бәрін төбемізден сіз көріп тұрған боларсыз, деп жазды ол. Қадірлі көрермендер, Айсәуле Бақытбектің қайнатасы Ербол Қайдаров жайлы жазбасы жүрекке жеткен шынайы сағыныштың, терең құрметтің көрінісі. Бұл жазбадан жай ғана қайната мен келін арасындағы байланыс емес, нағыз жанашырлыққа, рухани демеуге, құрметке толы адами қарым-қатынасты көреміз. Ербол Қайдаровтың Айсәулені үнемі демеп, әр сұхбатын, жазбасын жібермей қарап, ашық мақтан тұтқаны ерекше тұлға болғанының дәлелі. Бала мен немересіне ғана емес, келінге деген шынайы ықыласы кез келген отбасында болуға тиіс үлгі. Айсәуленің жан тебіренісі мен ауыр қайғыны сабырмен жеткізуі де ішкі рухының беріктігін көрсетеді. Ербол ағамыздың жаны жәннатта болсын. Артында дұғасын арнап отырған ұрпағы, естелігін бағалап отырған жақыны бар адам өмірде бос өмір сүрмеген екен. Мұндай адамдардың орны ешқашан толмайды, бірақ есімі жүректе сақталады.